Құрметті ұстаздар және оқушылар, көрермендер, қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы, айтыскер ақын Жамбыл Жабайұлының биыл туылғанына 180 жыл. Жамбыл облысының Жамбыл тауының етегінде 1846 жылы 28 ақпанда дүниеге келген. Шығармалары әлемнің оңдаған тіліне аударылып, дүние жүзіне тараған. Жамбыл Жабайұлы көзінің тірісінде КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағын алып, өзінің де, халқының да даңқын дүйім жұртқа паш етті. Ақын бейнесі қазақ өнерінің барлық түрінде, барша жанрында шабытпен бейнеленіп, ұлттық рухтың биік тұлғасы екенін әйгілеген. Осылайша ақын 1945 жылдың 22 маусымда дүние салған. Сөндің бе жарқыраған шамшырағым, қалдың ба тас бітеліп қос құлағым. Жатсам да төсек тартып дәрменім жоқ, сеп болып сөйлетесің жалғыз шағым. Қалыппын ие болмай өзіме өзім, әлім жоқ күш қайратты өтті кезім. Балалар өлгенімше болысыңдар, сендерге сола қайтар соңғы сөзім. Сәлем айт барсаң абайға, кеңесі кеткен талайға, ауырды жеңген қара жер, сабырлы болсын қалайда. Бір жұтқан судай дүниесін, ашысын татып көрмесін, абайға жеткен бәйтерек, жалғызбын деп жүрмесін. Кемерге келген асылай, тәңірді басқын тасуай, нар көтерген ауырға, арқасын тостың жасымай. Дүние серуен, адам бір көшкен керуен, дүниені қызық қалдырып, асамыз өмір белінен. Кірселе біз шыра жоқ, қауіпетіңдер өнінен, қылыш пайдан таралып, сөз нұқсасы келінген. Дос жаранға, кемтарға, қайырлы бол дерінген. Қылған қайыр болмаса, не кетесің өмірден? Дәулетіңнен не пайда? Таусылмастай көрінген. Жалғызмылан сол олар қол қайырын берілген. Көп қарға, теңгелмейді бір сұңқарға. Көп жылқар, теңгелмейді бір тұлпарға. Жақсының әрқашанда жөні бөлек, жаман адам жарамас бір қымтарға. Сертінің ұрлап қаратын, жазықсыз қиып қанатын, жапанда жаяу қалдырып, жайым жоқ қарғыс алатын, ел арасын егер қып, ойым жоқ шорқан салатын, қоныстан елді бостырып, неміз бар енді шабатын, өлеңмен сөзі дос қылып, құрамын ақын санатын. Bir aptanım Agugay, 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 agugay Bir aptanım Қазақтың кең даласы талай Сол даланың үнін жеткізген бір есім бар. Ол Жамбыл Жабайұлы. Жамбыл халықтың ақыны, ол домбырасын серік етті, ол шындықты жырлады, ол әділдікті қорғады, ол елдің мұңын айтты. Жастайынан айтысқа түсіп, сөздің құдіретін көрсетті. Оның әрбір жыры халықтың жүрегінен шыққан өнеді. Қиын заман туды, соғыс басталды, елге үміт керек болды. Сол кезде Жамбылдың дауысы қайта жаңғырды. Ленинградты өренім, жай ғана өлең емес, ол майдандағы жауынгерге жігер берген жыр болды. Оның сөзі сарбаздарға күш берді, халыққа сенім берді. Жамбыл жай ақын емес, ол рухтың символы, ол халықтың жүрегі. Бүгін біз басқа заманда өмір сүріп жатырмыз. Бірақ рухани күш бізге әлі де қажет. Жамбылдың сөзі бізге сол күшті береді. Оның жырлары өткеннің естелігі емес, ол бүгінгі ұрпаққа аманат. Жамбыл мәңгілік.